Баршаңызға сәлем достар. Бүгін жаз мезгілінде өте жеңіл, кез келген тағаммен үйлесетін кәріс ұлтының салатын дайындаймыз. Алдымен капустамызды тазалап, қатты ұсақ етпей 4-1-леп турап аламыз. Оны араластыратын ыдысымызға саламыз. Үстінен тұз қосып, қолымызбен еземіз. Бұл салатты міндетті түрде қолмен жасау керек. Шанышқымен, қасықпен араластыруға болмайды. Арнайы теркадан өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қолмен еземіз де, бетін жауып 15-20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Бізге согының шыққаны керек. Уақыт өткеннен кейін чеснок, кориандр, қызыл бұрыш, қант, паприка саламыз. Үстінен уксус құйып араластырамыз. Және қызып тұрған бір ас қасық сұйық майды құямыз. Ақырындап араластырамыз. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар, байқаңыздар. Жақсылап араластырып болған соң 5-6 сағатқа бетін жауып холодильникке салып қоямыз. Міне осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Бетіне укроп сеуіп дастарханға ұсынамыз.